не істеп отырсың? Телефон көріп отырмын, анашым. Қызым, сен бос уақытың бәрін телефон көріп өткізбей, одан да пайдалы іспен айналыс. Жүр, мен саған құрық-құрауды үйретейін, жарай ма? Жарайды. Халқымыздың барлық ұлттық құндылығы сияқты қазақтың қолөнер бұйымдары да ұрпаққа мұра және мақтаныш. Адам қиялының шексіздігін, қолының ісмерлігі, ұсынақтылығы мен көркем өнерге айналдырып, тұрмыстық қажеттілікке тұтынатын мүлік әзірлеу бабадан жалғасқан асыл өнер. Қарасаң көзінің жауын алатын, тұтынсаң қажетіңді өтетін бұйымдардың бірі құрақ. Ол біріншіден өнер, екіншіден тұрмыстық бұйым, үшіншіден ертеректе мата материал қат кезде қолданылған маталардың қиындылары рәсуа болмасын деген оймен оны да пайдаға жарату ойынан туған. Яғни ысырапшылдыққа жол бермеудің керемет әдісі.